жүрегім-ай. Абасың ба? Қалайсың келді? Иә. Ай, сүйінші. Сүйінші? Ой, болды. Барма бір. Бұдан не болады десің? Болды, береміз. Береміз ғой, қайта беріңіз. Ай, беріңді. Немесе атаңдар бірдеге, да? Болды, атадық. Не атадың? Атасайш бол. Немен атайын? Қой, бірдеңе. Ай, сүйінші. Күзде кегінден екі мөшек Ай, берейін. бір мөшек дей салсай, бір мөшек. Екі қойдым ғой. Мейлі. Ай, келіп кесті. Ай, қалды мені, бір. Ойбай, айкелі сүйінші. Ал енді қыздарың табылды. Міне, жоғалып кеткен қыздарың бар ғой, Атыргүл, сол табылды. Табылды ма? Міне, жедел хат жіберіпті. Ойбай, оқысаңыз шыне. Оқиын, Құдай-ай. Папа, мама, аман саусындар ма дейді. Мен Атыргүл деген қыздарың ғой. Ұзақ уақыт хабарласқаныма кешірім сұраймын дейді. Себебі хабарласуға мүмкіндік болмады дейді. Міне, бұдан 2,5 жыл бұрын шетелде жұмыс бар деген соң бір ағалардың соңынан еріп кеттім дейді. Шетелде дейді? Мына қай ағалары? Ағалары бар бет өзі? Ой, ағалар көбейіп кетті. Ойбай, оқи беріңіз шарға, не болды? Ары қарай оқиды. Барғасын құжаттарымды алып қойды дейді. Айттан мен осы паспортты үйге тастап кетіңдерді. Әр түрлі жұмыс істедім дейді. Олардың бәрін айтпай-ақ қояйын дейді. Содан бір ауқатты адамның үйіне күтуші болдым. Кім дейді? Ауқатты енді, бай адамның үйіне күтуші болдым деп тұр ғой. Үй қожасы мені ұнатып қалды дейді. Не қылды дейді? Ай, бәрекелді. Ұнатып қалды дейді тыңдасың. Ай, сөзді бөле бермеш ой. Келін жан. Тыңдап отырмыз ғой, түсінбей жатырмыз. Қай жер келім тағы өзінің. Ұнатып қалды деген. Иә, ұнатып қалды деген. Маған күйеуге шығасың ба деді. Мен қуана-қуана шықтым. Дұрыс қойды, қуана-қуана шығады. Шықтым дейді? Иә. Жақсы адам бол. Шейх деген атағы бар екен дейді. Аты болып тұр ғой, күйеу баланың аты ма сонда? Иә, шейх. Әй, тұра тұрш. Енді сіздердің алдарыңыздан өтем дейді. Кім? Ана шейх. Күйеу бала алдымыздан Өтеміз деп тұр ғой. Тыңдап, не болды сонша айғайлап? Мен қарсы болдым дейді. Ой, не деген адам еді? Қарсы болғаныңыз? Шейх айтты дейді. Шейх айтқан болып тұр ғой. Жоқ, ол біздің дәстүрге жараспайды депті. Міне. Дұрыс қой. Содан көнбей қойды. Өзінің самолетімен дейді. Ойбай, өзінің самолеті. Өзінің самолетімен? 200 адам болып келеміз 2 аптадан кейін депті. Қанша адам дейді? 200 адам өзінің 200 адам дейді. Соған дайындалыңдар. Көріскенше сүйікті қыздарың Атыргүл. Міне. Ойбай. Енді қайттым мен. Құданың өзің самолет болып тұр ғой. 200 адам деме қай жерме жатқызам, ойбай. Үйдегі бөлімізден. Қай жақтан келеді екен? Бұл Арабиядан келеді. Арабиядан. Шетелден. Арабия дейді? Арабиядан. Ойбай. Ал. Ойбай. Не болды бет? Ал, не істейсіңдер? Не болды? Ойбай, үйде ұнда біткен бүгін. Қанта жоқ, майда жоқ, масқара не бетіммен қарсалам енді, ойбай. Ойбай немеші? Бар, жинап әкелеміз, жинайын мен. Осы сенің кесірің, осының бәрі. Ана қыздың қанып күттен де сенің кесірің. Мен қолынан жететіп Арабияға апарып тастаппын ба? Апарып тастамасаң, осы мені осы тұрмыз деп кетіп отырған. Менге жинап келем, бәрі. Неңді жинайсың, ойбай. Қарыздарыңды жинап келем. Қандай қарызың жинайсың сен? Бар ма қарызың? Ай, сойып беретін соқырлағың да жоқ қой сенің, ойбай. Ауылдың жартысы қарыз ғой маған. Осы ауылды көрсетші, мен салмаған үй бар ма осы ауылда? Әй, сен салмаған дейді. Содан бір пайда көріп отырсың ба сен салмаған? Қарыз қойынды бар мойда. Ана мектеп директорың өзі 2 қой қарыз. Иә, саған қарыз. Бүкіл ауылдағы мойшаның дәретханасына мен сап шығам. Арақ ішкеніңе мәз болып жүрсің, бір жарты құйып берсе. Мен айтам осы анаң жұмысын білдіріп келдім, списке жазып қойшы деп. Әй, тұра тұрдыршы, ойландыршы, не істейміз енді? Ойбай, ай, не істейміз? Сола мұқаштың барып 5 қап картошкасын ақ білем. Кім, мұқаш па? Саған мұқаш 5 қап картошка көтермек 5 картошка бермейді. Неге бермейді? Береді. Немене сен ана келген күйеу балыңа картошка қойып берейін деп отырсың ба сен жынды? Ай, тұра тұрдыршы. Мен сендерге айтайын. Ай, келін жан. Ой, келін жан, тұра тұршы. Күйіп баратырмын ғой, қайда қал? Күйіп баратыр. Ай, сендер шейхті кім екен білесіңдер ме өздерің? Атыда кім болатын еді? Шейх деген ол бай адам о жақтағы. Ол кез келген адамға беріле бермейді ондай ата. Міне, сонда сол бір 2 қап картошкамен, бір қайдағы жоқ бір қоймен сол қарсалайын деп отырсыңдар ма? Ертең келеді, содан кейін еліне барады. Сонда ол не дейді о жаққа барғанда? Айтпай ма? Мына қазақтар өзін ашар тұрады екен дейді. Сонда сөздің бәрі кімге келеді? Бүкіл қазаққа келеді. Соны неғып ойламайсыңдар? Дұрыс айтады.
ойбай-ай. Бұны шешетін бұл деген үлкен нәрсе. Бұны халықаралық нәрсе бұл. Дұрыс айтады, халықаралық нәрсе, иә. Бұны әкім шешу керек. Міне, дұрыс Вот, на топашқыла. Міне, дұрыс айтады. Бұл әкімдер күту керек. Халықаралық мәселе. Халықаралық нәрсе бұл. Басында ұртпай қой, қарыздап тұра берсін. Иә. Онда әкімге айтпайсыз ба? Соны әкімге айтыңыз. Ойбай-ау, айтсаңызшы қайнаға Иә. Мен де бірге барайын ба? Жоқ, сендер дайындалды. Мен әкімді осында алып келейін. Ойбай-ау, Айтыңыз. неміз дайындаймыз, біз дайындайтын дымымыз да Мынау жоқ қой. халықаралық жағдай соларға Иә, келе жатыр. айтам, Енді келіп айтам. айтсаңызшы. Қайнаға-ау. Мына кісі оқыған адам біледі, көрдің ба? Оны біз күтпеуіміз керек. Әй, шейхпен құда болып отырмыз. Шарай шейх А? емес, ойбай-ай. Енді шірене. Ана ел-жұрт күлмесе болды ғой, Неменеге күледі? масқара, Кім абдылаш шейх? күледі. Кімнің қызын шейх алып жатыр? Ай, қойшы тек осы сенде бар ғой. Көрдің ба? Авторитет деген аспанға кетті. Ha? Кетші барады. Әкім келе жатыр. Ойбай, әкім келеді. Шірен. Ассалаумағалейкум. Естіп жатырмыз, қуанышты болсын, қуанышты болсын. Қуанышты болсын. Құдайға тәуба ете Әпір күлтігіміз құртып отыр ғой аяғасынан. Не болды? Құртып отырған жоқ, ана шейхпен құда болып отырмыз. Иә. Құтты болсын. Құтты болсын, бірақ менің қолымнан келетін айналайын ештеңе жоқ. Ай, Ой, қолынан келмегенде сен білесің ба шейхтің кім екен? Шейх деген ол деген анандайлары бар адамдар ғой мынаусы. Мынаусы. Оны менен біледі ау. үйрек баған міне. Қайдағы үйрек? Ана мұнай соратын. Мынаусы. Енді Насос дейді оны. Бай адам олар. Енді Қарсы алу керек. өздерің білесіңдер да. Мен бұл халықаралық жағдай бұл. Халықаралық жағдай міне. Иә. Не болыпты жоба халықаралық жағдай болды? Не болыпты? Өзің бірдеңе қылмасаң білмеймін. Ой, ойналайын, телеграмманы 2 аптадан кейін әкеп тұр ғой бұл ойналайын ау. 2 аптадан кейін. Бәй, сен жұмыс істейсің бе істемейсің бе айналайын, иә? Ай, істеп жатырмыз ғой. Ой, күзді күнгі газетті көктемде оқып жүрміз ғой қазір айналайын. Америка мен Афганистан соғысын бір жылға кейін естідік біз айналайын. Ай, айналайын, маған да оңай дейсің ба? Мына аяқпен жүріп тасу. Ой, айналайын ау. Апер дедің, велосипедті әпердік, не дейсің енді маған? Ай, велосипедті мына аяқпен қалай тебем мен? Ойбай-ау. Мен сендерден ат сұрадым ғой, ат. Ауылдан ат трактындамын мен, ауылдан ат трактындамын. Ешек бердім, ешекке мінбей қойдым. Есек түгіл өзім жаяу ақ барар едім. Ай, қайынмау атыңда құрсын бесі бәріне әпір күлдің жағдайын шешіп. Қоятын да жанайын. Ойбай-ай. Жұмыс істе, істемесең шығып кет. Ордыңа талас жүрген адам көп. Қойын. Әй, тұра тұрыңдаршы. Не болды? Тұра тұрыңдаршы. Ал біздің ауыл оқшы емес пе? Иә. Ал самолетті қалай қондырамыз? Ай, бара тұршы. Айналайын. Тұра тұршы. Әлеке. Менің басымды қатырмадыр, мен жұмысым. Көктемі жұмыс көп. Әлек, ашуыңды басшы. Ашуыңды басшы. Айналайын. Ол деген шейх деген бай адам. Ай, ертең келсе ұятқа қалмайсың ба? Шейх болмаса, пейік болсын маған бәрі бір айналайын. Дұрыс. Қайынмау. Ай, бір құмалақ. Ей, Қызыңды бердің бе? Өзің күтіп алды. Ай, мына бір құмалақ қарын, бір май шіртет дейді. Мына құмалақ. Ай, ертең сөз келсе кімге келеді? Мына саған келеді ғой сөз. Неге маған келеді? Енді дұрыс қой, сен әкімсің ғой. Иә? Ал ертең келді, кетті. Содан кейін ар жаққа барғанда айтады ол. Содан кейін ол бері қарай жетеді. Ана әкімдердің жоғары жақта отырған солардың құлағына жетеді. Сосын олар айтпай ма? Ей, неғып айтпадың сен бізге дейді. Ойбай-ау. Сонда не дейсің сен? Қайным-ау. Не дейсің сен? Соны неғып ойламайсың сен? Мынаның андасында мейістіп кетеді мына бір ғой. Қақпастың. Дұрыс айтады, Дұрыс. Алар естіп қойса. Иә. Мен күтемесім. Сондықтан сен ана жоғары жақтағы звонда әкімге. Шәкеңе звонда. Ойбай, қайным сөйтсен құрсын. Звонда. Звондай. Халықаралық жағдай деп айтсын. Тыныш. Әпір күл деген қызы деп айтпайды. Алдай, тұра тұршы. Біздің мұнда қатысымыз жоқ. Халықаралық жағдай ғой. Халықаралық жағдай. Алло, Әлеке? Ассалаумағалейкум. Қалайсың, шамалайсың, бала шақа жеңшелерім. Немерелеріңді шапқылап жүрмін. Мен ғой, шәкеңім ғой. Әлеке, қызық жағдай болды. Есіңізде ме, осыдан 3 жыл бұрын, ана біздің ауылда Қыңырбайдың ана қызы жоғалып кетіп еді ғой? Сол табылды, сүйінші. Иә. Есіңіз ме, оны осы милиция қаптап кетіп еді олда. Ол жоғалғанда табылды ғой енді. Сол анау Арабияға, анау шейхқа тұрмысқа шықты. Қызық болғанда. Жоқ, менің ойым, негізінде менің ойым. Анау егерде олар келіп, біз күте алмай қалсақ. Ол облыстық әкім естіп қойса, сосын сіз де таяқ жейсіз, содан кейін мен де таяқ жеймін. Сондықтан сіз енді үлкен ағасыз ғой, енді өзіңіз бір ақылды берсеңіз деген ойым менде. Не дейсіз?
Дұрыс қой енді. Сіз өзіңіз айттыңыз. Клубты бұзып тастады дедіңіз. Иә? Клубты бұздым. Комиссия жіберем дедіңіз. Жібердіңіз. Ақшаны жібердіңіз. Ақшаны обналичкасы бәрін өзіңізге апарып бердім ғой. Жоқ, аузым құм. Жоқ, оны береміз ғой. Сосын, иә, ауылдың малын бәрін клубтың алдына дейсіз ба? Сонда аналарға береміз ғой. Болды. Жақсы, сау болыңыз. Ана біздің әкім бар ғой. Не дейді? Оңбаған адам ғой. Бетін тіл жіберсең қан шықпайды ғой. Халқырау жоқ дейді. Ой, сен айттың ба ол шейх анаусы бар деп? Пейік қылмаса шейх қосып Масқара Бірақ, мені осы ауылдан шыққан әкім өздеріңіз сайладыңыздар. Міне сіздерге жандарым ашып тұр менің. Менің ойым, менің өзімнің ойым. Анау тұрған клубты бүгіннен бастап сіздерге береміз. Ай, тұра тұр. Ол клубтың арты құлақ болған ғой. Ай, полы жоқ қой оның. Полы жоқ. Пол жоқ па? Пол жоқ қой. Онда былай істейміз. Көшесіңдер бірақ анау күйеу баланы не қыламыз ауылға кіргізіп. Анау Жарттөбенің қасында күтіп алмаймыз ба? Пиямный арықтың қасында күтейік сол жерде. Бәріміз. Өзі Наурыз қай уақытта өзі? 22-сі ғой. Әлі 15 күн бар, Наурыз бүгін. 22-сіне істейміз. Не қыласың 22 күнде делайды? Бүгін мейрам дейміз да, Наурыз дейміз да. Бәріміз ауылдың адамдар бәрі сойға жинаңдар. 5-6 киіз үйді тегіңдер. Әншілердің бәрі өлең айта берсін. Ойласыңдар, бізді күтіп алады. Ал негізінде Наурызды қосып өткізіп береміз. Бір оқпен 2 қоянды аламыз. Қалай қарайсың? Дұрыс. Қабылған ақыл. Содан кейін ана клубтың алдына бүкіл ауылдағы малдың бәрін жинаңдар. Сөйтіп бір жерге үйіріп қойыңдар. Анау сенің қайнатаңның мал деп айтамыз. Дұрыс, міне. Сонда құда қайда дегенде мен малды аралап ортасына шығып келе жатайын. Қабылған ақыл. Болды ма? Болды. Басқасы бәрі шешілді ғой. Айтатын ештеңелері жоқ қой. Иә. Ойбай-ау, қайным-ау. Енді дұрыс қой бәрі. Мына біздің анау күйеу баланы күтіп алатын үстімізде ес-дұрыс киімдер жоқ мынау. Ыңғайсыз ғой. Оны не істейміз? Оны былай істейік. Анау магазинші Ахатқа бар. Ахатқа барды айт. Мынаған костюм шалбар, көйлек, нәски, шапка басында. Жекші бергенші. Мынау ішкі далан бәрі нормально ма өзі? Неғад оны көрмейді ғой. Одан кейін бар ғой. Ана әкімге айт, костюм берсін. Костюм не істейсің? Ана ауылдың шетін түзеп, ана самолетті бірдеме қондырайын айналайын. Қоясыз ба, қоймайсыз ба сіз осы қайдағы самолет? Иә. Ай, қайным-ау, магазинде маған көйлек жоқ қой. Онда ана Итбайдың қатынының көйлегін алып береміз. Итбайдың қатынікі маған үлкен болады. Дау ғой ол. Онда Мышықбайдың қатын как раз саған амана. Мышықбайдікі болады. Сосын ана кімнің алтынын алу керек? Ана Қалидің әйелінің алтындарын. Ауылдың әйелдерінің алтындарын бәрі жина, по списку жина. Иә. Қолың бәріне тағып ал. Мойныңа. Ойбай, қатырамыз. Жетпесе иттің шынжырында байлап жібер. Болды, күмісті байлап болады. Болмайды. Дайындалыңдар. Сен былай істе. Ана магазиншіге хат жазып жібер. Әйтпесе бермейді ол. Бермейді шынымен де. Так. Бізді жаз. Ахат, Қыңғырбайға костюм шалбар, көйлек, нәски, бер. Даже ұрсып жазып жібердім мен. Болды ма? Келісеміз. Мен ақынге барып жолық қайтайын мен. Көндірейін оны, есіп қойса байлап болды.